Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, ешқандай дәмдеуіштер қоспай өзбектің шашпа палауын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, осы рецепті дайындап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге пияз, сәбіз, чеснок, ет, күріш қажет. Алдымен бәрі қоспаларымызды турап дайындап аламыз. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, және қызып тұрған майымызға пиязымызды түсі қызыл болғанша қуырып аламыз. Дәл видеодағыдай пиязымызды да қып-қызыл қып қуырып аламыз, және де үстінен етімізді саламыз. Етімізді 10-15 минутқа жақсылап қызыл болғанша қуырып аламыз. Етімізді осылай қуырып, үстінен сәбізімізді және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Осылай етімізді, сәбізімізді жақсылап қуырып, 1 кесе күрішке 2 кесе су құйып өлшеп құйсаңыздар да болады. Күрішімізді кесемен өлшеп алсақ та болады, немесе көз мөлшерімізбен салсақ та болады. Күрішімізді жақсылап 3-4 рет қайтара жуып аламыз. Жақсылап күрішімізді жуып алдық, және де қайнап тұрған қазанымызға салып, бетіне 1 чеснокты бүтіндей саламыз. Қазанымыздың бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Пісіп жатқан палауымызды жақсылап араластырып, аз мөлшерде суымызды құйып, қайталап 10-15 минутқа жауып қоямыз. Мінекей 25-30 минутта өзбектің шашпа палауы дайын. Қазанымыздың астын отын өшіріп, жақсылап бір араластырып, тәрелкемізге салып, бетіне жұмыртқамызды салып, және де көк пиязымызды немесе өзімізге ұнаған укропымызды салып, қонақтарымызға кез келген салатпен ұсынуға болады. Келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.